Бизнес бастағыңыз келсе, жағымды жаңалықтармен дер кезінде хабардар болғыңыз келсе, арнамызға жазылуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінде дәстүрлі медицинадан бөлек халық еміне жүгінетіндердің қарасы көп. Дертіне дауа іздегендердің басым бөлігі халық емшілеріне алғыстарын жаудырып та жүр. Көпшіліктің алғысын арқалаған емшінің бірі шымкенттік халық емшісі Амалбек Серқұлов. Жылан емші деген атпен танылған емшіге бүгінде еліміздің түкпір-түкпірінен келіп емделуде. Жыланның сорпасы мен тұнбасы талай дертке дауа көрінеді. Дәл осы емдік қасиеті мол өнімдерді дайындап жеткізіп беру қызметі де жолға қойылған. Мынау кәдімгі өзіміз